Жеңілмейтін махаббат, салтанат Найхан. Қарға тамған қан. Қазір ойласам, қайран балалық шақ. Әкем екеуміз ауылда жиі аңға шығатынбыз. Қоян атуға. Анам ескі ойлы кебежесінен мылтықтың оғын санап беретін. Қазір ойласам, сол оқтың өзі табылмайтын кездер екен-ау. 90-шы жылдардың басындағы жоқшылықтың тұсауынан қоянның етін жеп құтылғанымды есейгенде бірақ білдім. Сол жылдары ауылдағы қояндардың саны да күрт кеміп кетсе керек. Жаңа жауған сонар қардың бетін әлем-жәлем ететін қалың ізің саны да кеміп азайған. Ауылдан шыққанымыз жарты сағаттың жобасы, әлі жоқ қоянның ізі. Әкемнен басқа ешкім қоян атпайды деп ойлаушы ем. Қазір ойласам, ата, қоян, қоян, әкемді ата дейтінмін деп қашқан қоянның соңынан әкемнен бұрын жүгіре жөнеліппін. Тағы сәл қаттырақ жүгірсем жетіп алатын секілдімін. Қашып бара жатқан қоянға қарасам, буы бұрқыраған еттің иісі танауыма келіп, көзіме өткендегідей сүйсініп ішкен қоянның сорпасы елестейді. Қарны ашып, мама, нан берші дейтін қарындасын да дәл осы қоянның етін жеп отырған секілді. Адам санасы неткен жүйрік десеңші. Әкем шекпенімнен тартып тоқтатпаса, әлде қашан қашып кеткен қоянның соңынан жүгіре берер ме едім. Есімде қалғаны сол қоянда анам берген 3 оқтың екеуін құртып атып алдық. Із қуып келіп, томпайып жатқан қоянға әкем алыстан оқ атады. Мен қасына қатарласып жатып, оқтың тигенін не тимегенін бақылаймын. Оқ тиген қоян бүлк етіп ыршып түседі де көбіне қаша жөнеледі. Қарға тамған қанның ізімен жүріп отырып, қансырап жатқан жерінен тауып алатынбыз. Әкемді білмеймін, есімде жоқ. Өз басым сондағы қуанышым әлі күнге күбірлеп жиі күлдіреді. Әкемнің мергендігімен қоса сол жолғы мәңгілік баласына сыйлаған естелігін қалай ұмытайын. Сол әкені сүймей көр. Асқар тау екен-ау. Қоян атып алғанға балалық тәттілігім ұлғайып қатты әсер етсем керек. Сар тоқалым деп еміне еркелете бастады. Басындағы ескі қара тер мен еңбектің майына баттасқан құлақшынын алды да сыртымен арқамнан үйкей бастады. Барынша тез-тез сықылап жатыр. Қырарқам жауырынымның ортасы сол ескі тымақтың үйкеліс күшінен күйіп, сығаны сонша аштып барады. Ата, арқам деп жыларман болғаным есімде. Ал қазір жылап отырмын. Сондағы әкемнің айтқаны, мына тымақта менің барлық қасиетім, маңдай терім сіңген. Сол қасиетімнің барлығы саған өтсін деп жатырмын. Өскенде әкең сияқты, мен сияқты болуың керек деп айтқан сөздері анық санамда сайрап тұр. Балалықпен сонан не дедім екен, есімде жоқ. Қазір ойласам, неткен қазақ, не деген ғажап қазақ еді. Даланың данышпаны сол менің әкем екен ғой. Ал менің әлі де баламның арқасын ысқылайтын тымағым да жоқ. Қазір ойлансам, сол қоянның сорпасын қайнататын анам да ақтық сапарына ақ жаулығын киіп отырып аттанып кетіпті. Әкем болса менің атам қартайыпты. Арман қуып Алматыда жүргеніме қанша жыл болды. Торығыппын, жылыда тоңып, суықта терлеппін. Әкемнің тымағын, иісін сағындым. Ұқсадым ба әкеме, ұқсамадым, білмеймін. Қазір ойласам, бала кез бен бұл кездің арасында тек тымақ пен анам жасаған қоян сорпасы ғана қалған секілді. Әттең, өкінішім көп менің.